Баяғыда бір ақылды да парасатты патша өмір сүрген екен. Оның ғажап сұлу әрі ақылды жалғыз қызы болыпты. Күндердің күнінде жер бетіндегі ханзадалар мен мырзалар ағылып келіп құда түсе бастайды. Әкесі ерікті қызының өзіне береді. Сонда қызы Айна: «Маған хан болсын, қара болсын мейлі, тек өнері асқан жігітке тұрмысқа шығамын» деп жар салады. Сол заманда тылсым дүние сиқырын меңгерген бір дию өмір сүріпті. Қыз жарлығын естіген дию менен асқан күшті, айлалы кім бар деп қызды зорлықпен алып қашпақшы болады. Дәл сол заманда сол патшалықта өнермен елден асқан 3 кедей жігіт болған екен. Біреуі күншілік жерден естіп білетін саққұлақ, екіншісі көз ұшындағыны көздемей атып тигізетін мерген, үшіншісі қыстың қауырсынын білдірмей алып қоятын епті екен. Ақыры дию сиқырдың күшімен ұйықтап жатқан қызды алып қашады. Соңынан білген патша еліне кімде-кім диюдан құтқарса, соған қызымды беремін деп жар салады. Мұны естіген 3 жігіт те бағымызды сынап көрейік деп ұзақ жолға аттанады. Көп жүрді ме, аз жүрді ме? Әлден уақытта саққұлақ жігіт тыңдап, бір күншілік жерде ұшып барады екен дейді. Содан үшеуі жеделдете жүріп диюға жақындайды. Оның қарасы көрінген кезде мерген жігіт садағын шірене тартып атып қалады. Жебе тура жүрегін қақ жара тиіп, дию қызы жібере салғанда епті жігіт қағып алады. Сонымен 3 жігіт патша қызын әкесіне аман есен алып келеді. Патша жарлығы 2 болған ба, қызын 3 жігіттің біреуіне беруі керек. Енді жігіттердің әр қайсысы қызды құтқарғандығы өздердің еңбектерін айтып таласа бастайды. Патша бұл дауды естіген соң қатты ойланып қиналады. Қызын қайсысына берерін білмей дал болады. Құдайға құлшылық етіп, 1000 сан жалбарынып ұйықтап кеткен екен, түс көреді. Түсінде бір қария: «Ей патшам, қызыңның бөлмесіне бір иттің күшігін және шошқаның торайын апарып қой» дейді. Патша ояна келсе түс екен. Дереу қызметшілерін шақырып, «Қызымның бөлмесіне күшікпен торай апарыңдар» деп әмір айтады. Таң атқан соң патша тағаты таусылып қызының бөлмесіне келсе, өз қызынан айнымайтын 3 сұлу шаштарын тарап отыр екен. Ұқсастығы сондай, патша өз қызының қайсысы екенін айыра алмай қалады. Патша қуанып, 3 қызын 3 жігітке көп жасау жабдығымен ұзатып салады. Жылдар өтіп патша қызын сағынып, күйеу балаларының еліне жолға шығады. Күншілік жерден естейтін күйеу баласы атасының келе жатқанын біліп алдынан шығады. Патша қайтарында: «Қызым көңіліңе ұнай ма?» деп сұрайды. Сонда күйеу баласы: «Әрине, қызыңыз неге жаман болсын, бірақ ашу тез, бір нәрсе жақпай қалса арс ете қалатыны бар» дейді. Күшіктен болған қызым осы екен ғой» деп қария келесі күйеу баласына аттанады. Қайтарында баяғы сауалын бұған да қояды. Сонда күйеу баласы: «Сіздей адамның қызы неге жаман болсын, бірақ ашуланғанда қорс ете қалатын жаман мінезі бар» дейді. Торай қызым осы екен ғой» деп 3-ші күйеу баласына келеді. Ол: «Менің жарым өте ақылды» дегеннен басқа ешбір кемшілік айтпапты. Бұл патшаның өз қызы екенін таниды. Содан бері неше ғасыр өтсе де, адамдардың мінез құлықтарының әр түрлі болуы осыдан қалған екен деседі.